Облыстық қоғамдық кеңес төрағасы ұлттық аграрлық ғылымдар академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы Сұлтанбек Тәуіпбаев 70 жаста. Осыған орай Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті мен Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының бірлескен ғылыми кеңесі отырысы өтті. Сұлтанбек Тәуіпбаев саналы ғұмырын аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуына, ауыл шаруашылығы саласының өрістеуіне арнаған азамат. Жамбыл гидромелиоративтік құрылыс институтында инженер-гидротехник біліктілігін алған ол 1980 жылы туған жерге келіп, еңбек жолын оқытушылықтан бастады. Ал 1987 жылы Мәскеу гидромелиоративтік институтына оқуға түсіп, білімін жетілдірді. Гидротехникалық және мелиоративтік құрылыс мамандығы бойынша диссертация қорғап, техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алды. 5 жыл бірге оқыдық. 1980 жылы институтты бітіргеннен кейін біздер сол жас мамандар сол кездегі осы Жамбыл гидромелиоративтік құрылыс институтының Қызылорда филиалына осында жұмысқа жіберді. Мұғалім болып осы жерде мұғалімдік еңбек жолымызды бастаған болатынбыз. Егемендіктің сонау алғашқы жылдарында қиын кезеңдерде, өтпелі кезеңдерде еңбек етті. Елден алған алғысы көп. Сұлтанбек Тәуіпбаев ұстаздықпен қатар өндіріс саласында да өнімді еңбек етті. 2028 жылдары Қызылорда су шаруашылығы кәсіпорнының директор ретінде аймақтың егін шаруашылығын сумен қамтамасыз етуде. Сырдария өзенінде су тасу қаупі туындаған кезеңде жедел әрі тиімді шешім қабылдап, іскерлік қырымен танылды. Ал 2008-2015 жылдары Сырдария, Жаңақорған аудандарын басқарып, елдің әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосты. Соңғы 2 жылдың көлемі болды. Қазір біздің Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтына басқарма басшысы болып келді. Қазір жақсы жұмыстар жүріп жатыр. Енді ғылымға елде де көп көңіл бөлініп жатыр ғой. Әсіресе осы Сұлтекең келгеннен бастап институтқа көп қаражаттар бөлінуде. Мемлекеттен қазір 4,2 миллиард қаражат бөлініп, біздің институттың материалдық техникалық базасын нығайтуда. Топыраққа анализ жасайтын лаборатория бар, суға анализ жасайтын лабораториялар бар, дәнге жасайтын неше түрлі лабораториялар қазір келіп жатыр. Ғылыми кеңес отырысында облыс әкімінің орынбасары Мейрамбек Шермағанбет, техника ғылымдарының докторы профессор Қылышбай Алдабергенұлы, Серікбай Өмірзақов, Оразқан Қарлыхановтар сөз алып, мерейтой иесіне игі лебіздерін жеткізді. Шара соңында Сұлтанбек Тәуіпбаевқа университеттің ең жоғары наградасы Қорқыт Ата атындағы алтын медаль табысталды. Сонымен қатар Парыз бен Парасат кітабының тұсауы кесіліп, көпшілікке таныстырылды. Әкім Нұртаев, Рамазан Жүсіпбек, Төрехан Әділбекұлы, Қызылорда телеарнасы.